Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алдыбаева Айнұр. Мен Infolesson платформасының Infolesson маркетплейсінің әдіскерімін. Бүгінгі сабағымызда біз әзірлемелерді қалай жасауға болады. Мысалы, мерекеге қатысты әзірлеме болсын, жаңа жыл, алдымызда тәуелсіздік күні келе жатыр. Оған қатысты әзірлеменің қандай түрін таңдауға болады. Егер бір пәнге қатысты тақырып таңдағымыз келсе, оны қайдан іздеуге болады, сол сұрақтарымызға жауап береміз. Әзірлемелерді жасау ережелерін есімізге түсіріп, Microsoft PowerPoint-та әзірлеменің екі түрін жасаймыз. Бұл жұмыс парағы мен жалаушалар. Осы дайын әзірлемені сайтқа жүктеу бойынша ұсыныстарымызбен бөлісеміз. Біздің Infolesson маркетплейсінде әзірлемелердің 33 түрі бар. Егер мерекеге қатысты әзірлеме жасағымыз келсе, онда кабинетті безендіру деп түрін таңдауға болады. Бұл жерге жалаушалар, плакаттар, гирляндалар кіреді. Сыйлық сертификаттары мен купондар таңдауға болады. Ол әзірлемелер қандай болатынын келесі слайдта көрсетемін. Келе жатқан мерекелерге алдын ала сценарий дайындап, ол сценарийға дидактикалық ойындарды жариялауға болады. Мысалы, алдымызда тәуелсіздік күні келе жатыр. Оған қатысты Қазақстан Республикасының рәміздері бейнеленген плакаттарды, көрнекі әзірлемелерді дайындауға болады. Шығармашылыққа қатысты бояулар, аппликациялар, егер тапсырмалары болатын бір материал түрін таңдағымыз келсе, ол жұмыс парақтары. Негізінде шектеу жоқ, өзіңіз қалаған әзірлеменің түрін таңдауға болады. Бұл жерде айта кету керек, алдын ала дайындағанымыз дұрыс. Өйткені мұғалімдеріміз өзіне қажетті материалдарды енді бір пәнге қатысты болсын, мерекеге қатысты болсын, оларды алдын ала іздейді. Және модерация бізде 1-4 күн өтеді, онда есепке алғанымыз дұрыс. Міне бұл сайтта біз жоғарғы жағында жалаушаларды көріп тұрмыз. Бүгін осындай жалаушаны жасап көреміз. Тек жаңа жылға қатысты емес, бұл жерде басқа мерекелерге де қатысты жалаушаларды жасауға болады. Дизайндары, шаблондары әртүрлі болуы мүмкін. Осы дизайнды, шаблонды жалпы тек жалауша емес, басқа жұмыс парағы болсын, карточкалар болсын, сол шаблонды шексіз қолдануға болады. Төменгі жағында терезеде гирляндалар ілініп тұр. Жақында осындай болып көрінеді. Бұны мұғалім өзі немесе оқушылармен бірге қиып, кесіп, дайындап кабинетті безендіре алады. Жалаушаларды көріп тұрмыз. Міне Қазақстан Республикасының рәміздері бейнеленген плакаттар. Плакаттар әртүрлі болуы мүмкін. Сабаққа қатысты бір ақпарат жазылған плакаттарды дайындауға болады. Бұл слайдта біз купондарды көріп тұрмыз. Купондың басты ойы, мұғалім әр купонды оқушыларға таратады бір-бірден. Купондарда, мысалы, бірінші купонда төмен бағаны алмау, екіншісінде жоғары балл алу, үшіншісінде, мысалы, үй жұмысын орындамау деп жазылып тұрған купондарды оқушыларға таратады. Оқушылар өздері қалған күні осы сыйлықтармен, осы сыйлықтарды қолдана алады. Осындай әзірлемені мұғалімдерге арнап жасауға болады. Мұғалімдер өздерінің оқушыларына осы, мысалы, жаңа жылға қатысты сыйлық ретінде тарата алады. Соңғы суретте біз жаңа жыл шығармашылық кітабын көріп тұрмыз. Осындай шығармашылыққа қатысты кітаптарды басқа да мерекелерге арнап жасауға болады. Міне біз мерекеге қатысты әзірлемелердің түрлерін қарастырдық. Енді тақырыптарды таңдау жолдарын қарайық. Мысалы, бір пәнді алатын болсақ, сол пәнге қатысты тақырыптарды үлгілік оқу бағдарламасынан, үлгілік оқу жоспарынан қарауға болады. Бұл, мысалы, үлгілік оқу жоспары электрондық түрде бар. Қазақ тілі деп алсақ, қазақ тілінен 5-ші сынып оқушыларына желтоқсан айына қатысты пәндерді іздегіңіз келсе, үлгілік оқу жоспарына кіріп, қажетті кестені табып, ол жерде тақырыптар көрсетілген, сонымен қатар сабақтың мақсаттары көрсетілген, соларға тіреніп әзірлеме жасауға болады. Егер бұл қосымша материалдар болса, мысалы, пәнге қатысты емес, сабаққа қатысты емес, бір басқа карточкалар, шығармашылыққа қатысты, хоббиге қатысты әзірлемелер болса, тек қана балаларға емес, сонымен қатар ересектерге де дайындап жариялауға болады. Онда әрине оның тақырыбын өзіңіз қалауыңыз бойынша таңдайсыз. Ең бастысы жасаған әзірлемеміз осы пайдаланушыларымызға пайдалы болуы керек. Енді әзірлемелерді жасау ережелеріне көшейік. Бұл бетте сіз тексеру парақтарын көріп тұрсыз. Біріншісі бұл
әзірлемелердің сапасын тексеру парағы, екіншісі иллюстрациялардың сапасын тексеруге арналған парақтар. Енді осы тексеру парағының әр тармақтарын қарастырып шығайық. Біріншісі, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы жасаған әзірлемеміз осы біздің Қазақстан Республикасының заңнамасымен офертасына, инфолесн платформасының офертасына сәйкес болу керек. Бұл жерде мысалы авторлық құқықты бұзуға болмайды. Мультфильмдердің, фильмдердің кейіпкерлерін алсақ, танымал тұлғалардың суреттері болсын, дәйек сөздер болсын, олар қоғамдық игілікке жатпаса, оларды қолдануға тыйым салынған. Баспа ұйымдарының атауларын, кітаптардың мұқабаларын немесе басқа біреу жасаған аудио-видеоларды қолданып, одан табыс табу тыйым салынған. Сабақ кезінде біз оқушыларға оларды көрсетіп, әрине сабақты өткізе аламыз, бірақ коммерция жағынан қолдануға тыйым салынған. Дәл солай біздің де жасаған әзірлемеміз қорғалады. Әдістемелік құндылығы болу керек жасаған әзірлемеміздің. Бұл жерде жасаған материал толық және пайдалы болу керек. Егер құрама материалдар болса, мысалы ойын деп алайық. Бұл жерде сол ойынның өзінен басқа нұсқаулық болу керек, ойында қолданатын қажетті элементтердің тізімдері болу керек, немесе ол қолдан жасалатын бір элементтер болса, шаблондарын бергеніміз дұрыс. Егер жұмыс дәптері, жұмыс парақтары болса, тапсырмалармен бірге жауаптарын береміз. Жарнама, жеке деректерге, әлеуметтік желілерге сілтеме беруге болмайды. Мысалы, көріп тұрмыз, мына кроссвордта төменгі жағында сілтеме берілген. Кейде суреттерді қолданған кезде байқамай қаламыз. Мысалы, машина, ноутбук, ойындардың суретін алған кезде бұл жерде тауар белгілері бар екенін ұмытпаймыз. Басқа өнімдерді қолданған кезде, мысалы, жеке желілердің өздерінің суреттерін қолдануға тыйым салынған, өйткені бұлардың барлығы тауар белгісі болып табылады. Біз олардан табыс таба алмаймыз. Ұқыпты рәсімделген болу керек біздің материалымыз. Бұл жерде жалпы типографиялық ережелерге сәйкес болу керек. Мысалы, мәтін алатын болсақ, мәтін жоғарғы жағында бір қаріп, ортасында басқа қаріп, төменгі жағында басқа шрифт қолданылған, әріптердің өлшемдері әртүрлі, түстері әртүрлі, ондай мәтінді оқу қиын болады. Сондықтан басты типографиялық ережелерді сақтап, біздің әзірлемеміз ұқыпты рәсімделген болу керек. Жоғарғы жақта біз қандай суреттерді қолдануға болмайтын туралы айтты. Бұл танымал тұлғалардың, мультфильмдердің, фильмдердің кейіпкерлері, мұқабаларды қолдануға тыйым салынған, егер олар қоғамдық игілікке жатпайтын болса. Ал қандай суреттерді қолдануға болады? Бұл жерде біз тоқтарға кірген кезде, мысалы, бесплатная лицензия деп жазылып тұрса да, ол суретті жүктеп алар алдында подробнее деп басқанымыз дұрыс. Сол жерде толықтай жазылып тұрады. Бұл суретті коммерциялық мақсатта қолдануға болады ма, әлде болмайды ма? Және қоғамдық игілікке жататын бейнелерді қолдана аламыз. Ол суреттерді қалай табуға болады? Автордың қайтыс болған күннен кейін 70 жыл өткен соң, ол фотосуреттер, бейнелер қоғамдық игілікке айналады. Жалпы суреттерді жүктеп алар кезінде олардың сапасын тексеруіміз қажет. Мысалы, суреттеріміз бұлыңғыр болмауы керек, пиксельсіз және созылмаған, бұрмаланбаған, суреттеріміз бір стильде жасалған, арт жағында фон болмау керек, су таңбалары болмау керек, өйткені бұл тауар белгісі ретінде табылады. Төменгі жағында, мысалы, байқау керек, кейде сілтемелер болады, сілтемелерді алып тастау керек. Егер жүктеп алған суретке атрибуция қажет болса, ал біздің әзірлемеміздің фоны ақ болса, сол атрибуцияны ақ түспен, ақ фонда енгізуге болады. Ал тапсырмалар болған кезде тапсырмаға қатысты бір сурет алайық. Мысалы, 8-ші тармаққа қарасақ, бұл жерде біз плакатты көріп тұрмыз, бірақ анық емес, түсінікті емес. Ондай суретті оқушылар тапсырмаға қатысты қолдана алмайды. Сондықтан тапсырмаға арналған иллюстрациялардың мәні айқын, анық болуы керек. Міне енді осы өткен қайталаған ережелерімізді қолданып әзірлеме жасап көрейік. Ол үшін Microsoft PowerPoint-ті ашамыз. Бұл жерде көлденең бет ашылады. Ал бізге, мысалы, қазір жалаушаларды жасаймыз.
Жалаушыларға бізге A4 форматы керек. Ол үшін конструктор қойындысын басамыз. Оң жағында размер слайда деп жазылып тұрады. Сол батырманы басамыз. Шыққан тізімнен төменгі жағында настроить размер слайда. Бұл тізімнен лист А4 деп басып, ориентация книжная деп белгілеп, окей басып, развернуть. Міне А4 беті дайын, қажет емес элементтерді алып тастаймын. Жұмыс парақтары, жалаушаларымызда бізде әр бетінде бір әріптен жазылып тұрады. Мысалы, жаңа жылымызбен деп алатын болсақ, бірінші әріп Ж. Енді оған фон дайындаймыз. Ол үшін вставка немесе главный деп қойындысын басқан кезде фигуры деп тұрады. Осы пішіндердің ішінен өзіңізге қажеттісін таңдауға болады. Мен блок схемадан осындай жалаушаның түрін таңдап, оны созамын. Түсін таңдаймын. Енді бұны әртүрлі суреттермен безендіруге болады. Мен алдын ала фон дайындағанмын. Міне осы фонымды төрмен слайдқа сүйреймін. Созамын. Шаблонымыз дайын. Енді бұған әріп жазамыз. Ол үшін вставка, надпись деп басып, әріп жазатын орынды былай белгілейміз. Бірінші әріп Ж. Енді оның өлшемін 400 деп белгілейін. Егер қаріп ұнамаса, мысалы, басқа қаріптерді таңдауға болады бұл жақтан. Бұл қаріпті түсін өзгертеміз. Ол үшін бұл жақтан бір түсін алса таңдауға болады, немесе пипетканы алып, бір басқа түс жасап көрейік. Другие цвета деп таңдап, бұл қаріпті қойылатамын. Міне бірінші шаблонымыз, бірінші әрпіміз дайын. Енді басқа слайдтар керек. Ол үшін принтердің оң жағын басып, дублировать слайд деп таңдаса болады, немесе Ctrl-C батырмасын басып көшіріп, Ctrl-V батырмасымен қайтып енгіземіз. Дәл солай енді тек қана әріптерді енгізу қалды. Барлық әріптерді жазып шыққаннан кейін бізде осындай жалаушалар шығады. Бұл жерде жаңа жылымызбен деп жазылып тұр. Сақтаймыз. Және дайын әзірлемемізді сайтқа жариялауға болады. Ал енді жұмыс парағын дайындап көрейік. Мысалы, біз бір пәнді таңдадық, алдымызда желтоқсан айына тақырыпты таңдадық. Енді жұмыс парағын жасау үшін бізге көлденең бет емес, А4 беті керек. Ол үшін конструктор қойындысын таңдаймыз. Оң жағында, жоғарғы жағында размер слайда деп жазылып тұрады. Басамыз. Бұл тізімнен настроить размер слайда. Шыққан тізімнен лист А4 деп таңдаймыз. Ориентация книжная деп белгілейміз. Окей батырмасын басып, развернуть. Қажет емес элементтердің бәрін алып тастаймыз. Енді жұмыс парағымыздың бірінші бетін дайындаймыз. Бұл жерге суреттермен безендіруге болады, немесе жақтаулармен, ал мен алдын ала фон дайындадым. Міне, осы фонды сүйреймін, слайдтан жіберемін, өлшемін бұрнатамын. Так, сыртына шығып кеттік. Міне, фонымыз дайын. Енді мәтін жазатын орын керек. Бұл үшін фигуры, қажетті пішінді таңдаймыз. Бұл жерде оқушының аты жөні жазылады. Заливка ақ, контур. Бұл жерде контур қажет болса қалдыруға болады. Қажет болмаса контурды алып тастаймыз. Енді пән жазатын орын қажет. Бұл жерде Ctrl-C деп басып көшірем, Ctrl-V деп қайтып орнатамын. Міне, пән жазатын жеріміз дайын. Енді төменгі жағына осы таңдаған тақырыпты жазатын орынды белгілейміз. Белгіледік. Бұл жерде тақырып жазылып тұрады. Төменгі жағында енді тапсырмаларға орын дайындаймыз. Бірінші тапсырма менде үлкен. Ал
Екінші тапсырма менде кішкентай. Сондықтан оған орын көп қажет емес. Бұлай жасаған кезде мына бос орынға тағы бір тапсырма жасауға болады, бірақ тапсырмамыз үлкен болса, онда бос орын қалып қалады. Оны суретпен безендіруге болады, немесе қызықты деректермен. Қызықты деректерді жазып, бос орынды қалдырмауға болады. Төменгі жағына енді бетіміздің нөмірін жазатын орын қажет. Заливка ақ, контур ақ. Жұмыс парағымыздың бірінші бетінің шаблоны дайын. Енді екінші бетін жасау үшін бұны дублировать етеміз. Мысалы, оқушының, жоқ, оқушы емес, пәннің атауы тақырыбы бұл жерде қажет емес, себебі бірінші бетте жазылған. Оқушының аты жөнін және пәнді қалдыруға болады, бірақ тапсырмалар мысалы үлкен болатын болса, онда оларды тапсыруға болады. Өйткені бірінші бетте бұл ақпарат бізде берілген. Мен байқамай қалыппын, бұл жерде мына жағы созылып кетті. Олай болмас үшін былай сары нүктені басып, созып, оны жөндеуге болады. Жөндеп шықтық. Үшінші тапсырмам, төртінші тапсырмамның орны. Дәл солай үшінші бетті де дайындап, соңғы бетте жауаптар берілу керек. Енді мәтіндерді жазамыз. Бұл үшін вставка. Оқушының аты жөнін жазатын орынды белгілейік. Надпись деп басып, бұл жерде оқушының аты жөні. Оқушы. Өзіңізге қалаған бір қаріптің өлшемін таңдап, бұл жерге математика пәні деп таңдадық. Вставка, қайтып надпись. Қазір басқа тілде жазып кеттім. Математика жазамыз. Бұның бәрін дұрыстап былай сосын барып әдемі етіп орнатамыз. Төменгі жағына енді тақырыптың атауын жазамыз. Надпись бөрі деп алайық. Кетеміз. Ортасына орнатамыз. Мысалы, қысқа болса, бәріміздің тақырыптың аты қысқа, оны былай кішірейтуге болады. Немесе өзгертпей қалдыруға болады, егер ұзын тақырып болса. Төменгі жағына енді тапсырмаларды жазамыз. Мен ол тапсырмаларды алдын ала дайындағанмын. Бұл жерде тек қана көшіріп, Ctrl-C деп көшіріп, бұл жерге Ctrl-V деп орнатып белгілеймін. Өзіңіз қалаған шрифтті таңдауға болады. Төменгі жағында осы сыйлықтардың суретін сал деп тұр. Яғни төменгі жаққа оқушылар сурет салатын орынды көрсету керек. Ол үшін фигуры қажет пішінді таңдаймыз. Оқушыларға, мынандай емес. Оқушыларға сурет салатын орынды белгілеу керек. Ал контурын қалдырамыз бұл жерде. Дәл солай басқа тапсырмаларды толтырып, жауабын жазған кезде осындай жұмыс парағының бірінші беті осындай болып көрінеді. Әзірлемеміз дайын болғаннан кейін оны сақтап, сайтқа жариялауға болады. Жалпы жұмыс парақтарында 6 тапсырма, одан азырақ болуы мүмкін, көп болуы мүмкін, бірақ соңында жауабы болу керек. Жұмыс парағының тағы қандай түрлері болады екен? Қазір сізге көрсетемін. Мысалы, бұл жерде әртүрлі жұмыс парақтары, дизайндары әртүрлі, фондары жоқ, бірақ жақтаулармен безендірілген, түстері әртүрлі, немесе ақ қара түсті баспаға шығаруға арналған жұмыс парақтары да бар. Әзірлемеміз дайын болған кезде, енді оны платформаға жариялау керек. Бұл жерде жариялау беті ашылған кезде әр қадам жазылып тұрады. Атауын жаз, сипаттаманы жаз, мұқабаны енгіз деп. Бұл жерде бірақ атауын жазған кезде қалай жазамыз? Тек бөлі деп қойсақ, ол түсініксіз болады. Себебі сатып алушы платформаға кірген кезде, ол әзірлеменің түрін таңдайды, атауын жазады. Шыққан тізімде тек қана бөлі деп тұрса, түсініксіз болып қалады.
бұл деген әзірлеменің бірнеше түрін таңдаса түсініксіз, ол қай түрге жатады, сондықтан толықтай жазамыз. Жұмыс парағы тырнақшаның ішіне атауы, мысалы бөлу деп, ойын тырнақшаның ішінде атауы. Сонымен қатар мұқаба мен сипаттамаға назар аударамыз. Жаңағы сатып алушы пайдаланушы платформаға кірген кезде ол әзірлеменің мұқабасын көреді және сипаттамасын көреді. Мұқабасы бұлыңғыр, анық емес, сипаттамасы қысқа, түсініксіз болса, сатып алушы басқа әзірлемелерді қарап оқи бастайды. Олай болмас үшін мұқабасы анық, негізінде обложка деп айтамыз, мұқабасы біздің платформада автоматты түрде генерацияланады, бірақ олар ұнамаса өзіңіздің авторлық мұқабаңызды жасай аласыз. Ол туралы ақпаратты біздің білім базасынан таба аласыз. Сипаттаманы жазған кезде бұл жерде толықтай бұл қандай әзірлеме, неше тапсырмасы бар, неше беттен тұрады, қалай пайдалануға болады. Мысалы, бұл материалдар болса, шығармашылыққа қатысты нұсқаулық беруге болады. Ал тапсырмалар болса, қысқаша сол тапсырмалардың шарттарын жазуға болады. Мысалы, біріншісі есептерді шығар, екіншісі теңдеуді шеш. Дәл солай осы тапсырмалардың барлық тізімін жазып шықсақ, сатып алушымыз анық түсінеді, бұл қандай материал, не үшін қолданамын деп, басқа әзірлемелерді қарамай, оқымай, біздің жасаған әзірлемемізге кіріп сатып алады. Материалдар, жоғарыда айтқандай, мысалы шығармашылық немесе ойын болса, бұның барлық элементтері нұсқаулығы болу керек. Нұсқаулықта барлық қажет заттардың тізімі жазылған болу қажет. Міне бүгінгі біздің сабағымыз соңына келді. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.